Сәлем достар, сіздермен Real Football арнасы. Бүгін біз сіздерге қалай тез ақша жинауға болатын тәсілдерді айтатын боламын. Ол үшін видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетеміз. Ал біз кеттік. Ең алдымен біз Ренокқа кіреміз. Мына өзіне артық игроктарды аласың, ұнайтын. Мен уже істеп қойдым ондайларды. Моя заявкаға кірсеңіздер, осылай сатуға болады. Қазір біреуін бас көрсетемін, қалай істеу керек. Міне, мысалы бензимен аласың, продатты басасың. Осындай шығады, и тағы да продатты басасың, подтвердить. Сосын ол уже мына жаққа барады. Тұрады. Сосын оны біреу сатып алады. Сосын осылай тез ақша жинауға болады. Ал екінші тәсіл ол обмен жасау. Мысалға міне 70-тен жоғары ойнайтын ойыншыларды қойып, 5-еуін қойып, 50 мың теңге алуға болады. Міне бітті менде. 70-тен жоғары ойнайтын игрокты. Міне 200 мыңға 80-нен плюс ойнайтын игроктерді қойып алуға болады 200 мың теңге. Бірақ менде ондай ақша деп бұнға игроктар жоқ. Зимний праздниктен көп ақша, осыдан ең көп ақша жинауға болатын жолдары осы. Осыны ашып, сен біреуінен 75 мың, 120 мың, мынадан күлгін фиолетовыйдан 800 мың теңге жітсір болады. Мынадан 400 мың қызылдан, сарыдан 300 мың, сұрыдан 200 мың түсір болады. Осылардан ақшанда көп тез жинауға болады. Осы фиолетовыйда 3 рет ашсан 200 мың теңге береді. Осыларды орындап, неқта 200 мың теңге, тағы 200 мың теңге, тағы 200 мың теңге, одан кейін 350 мың, тағы 500 мың теңге алуға болады осы задание орындап. Мынау менің составым. Рештада Александро, Тиаго Силва, Кристенсен, Робертс, Плата, Эустакью, Костич, Хаверц, Бехам, Роналдо и қақпада Боржан. Осы тәсілдермен ақшаны көбейтуге болады. Егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетейік. Сау болыңдар.